Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы түркілердің материалдық және рухани мәдениеті. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: әлем өркениетінің дамуына түркі мәдениеті қандай үлес қосты? Сабақтың мақсаты: көшпелілердің қолданбалы өнердегі жетістіктерін сипаттайсыздар. Орта ғасырлық сәулет өнерін ескерткіштерінің ерекшеліктерін талдайсыздар. Әл-Фарабидің және басқа да ғалымдардың орта ғасырлық ғылымның дамуына қосқан үлесін саралайсыздар. Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласұғын, Ахмет Яссауи еңбектерінің тарихи құндылығын зерделейсіздер. Кодис куманик сөздігінің халықаралық байланыстардағы рөлін анықтайсыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ұлы жібек жолының қала мәдениетінің дамуына әсерін анықтадыңыздар. Көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара экономика байланыстарды сараладыңыздар. Ұлы жібек жолының Қазақстан экономикалық және мәдени дамуына ықпалын анықтадыңыздар. Оқушылар, ең алдымен біліміңіз сайтын пайдаланып, түркілердің материалдық және рухани мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі қандай? Осы күнге дейін қандай ескерткіштер сақталды? Қазақстан жерінде сақталған сәулет өнерінің ескерткіштері қайда орналасқан? Орта ғасырлардағы түркілерде әдебиет ескерткіштері сақталды ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. Түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі зор болды. Олар сол кездегі жоғары экономикалық, саяси және мәдени дамудың жетістігін көрсете білді. Түркілердің әлем өркениетіне қосқан үлесін бірнеше салаға бөліп қарауға болады. Түркі жазба ескерткіштері, сәулет өнері ескерткіштері, қолөнер бұйымдары, ғұламалар және олардың еңбектері, аңыз әңгімелер мен жырлар, тәңірге сенім, ислам дінінің мешіттері. Қазақстан жерінде сақталған сәулет өнерінің ескерткіштері қайда орналасқан? Мемлекеттердің құрылуы, шаруашылықтың өркендеуі орта ғасырларда қазақ жерінде сәулет өнерінің дамып, құрылыстың көптеп салынуына негіз болды. Әсіресе атақты адамдарға арналған ескерткіштер өте көп салына бастады. Соның бірегейі аса құнды мұра саналатын Арыстан баб кесенесі. Кесене ескі отырар жұртының маңындағы Сырдария өзеніне жақын жерде орналасқан. Арыстан баб Мұхаммед пайғамбардың замандасы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы саналады. Тағы бір сәулет ескерткіштерінің ерекше үлгісі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Кесене 1396-1404 жылдары Мауараннахр билеушісі Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған. Ерте кезден сақталған ғимараттардың тағы бірі 11-12 ғасырларда салынған Айша бибі кесенесі. Бұл кесене қазіргі Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Сәулет өнерінің тағы бір ерекше туындысы Қарахан кесенесі. Бұл кесенеде Тараз қаласының маңында орналасқан. Орта ғасырлардағы қазақ жеріндегі белгілі ескерткіштердің бірі Жезқазған қаласынан 40 шақырымдай жердегі Кеңгір өзенінің жағасында орналасқан Жошы хан кесенесі. Айша бибі, Болған ана, Қарахан, Бабаджа қатын кесенелері Қарахан дәуіріндегі ескерткіштер саналса, Жошы хан кесенесі Алтын Орда заманындағы ескерткішке жатады. Ал Қазақ хандығының тұсында көтерілген зәулім ескерткіштердің бірі Алаша хан кесенесі аңызға айналған қазақтың арға тасы Алашаға арналған. Орта ғасырлардағы түркілерде әдебиет ескерткіштері сақталды ма? 9-13 ғасырларда Орталық Азияда ғылым мен білім бұрын соңды болмаған даму жолына түсті. Дамыған орта ғасырларда әдебиет үш тілде араб, парсы және түркітше жазылды. Осы кезде мұсылман әлеміне танылған тұлғалар шықты. Әбу Насыр әл-Фараби екінші ұстаз атанған математик, музыкант, философ. Ғылыми еңбектерін араб тілінде жазған ғылымның түрлі саласына қосқан жаңалықтары әлемге әйгілі. Жүсіп Баласағұн 11 ғасырдың аса көрнекті тарихи және әдеби шығарма Құтты біліктің авторы. Бұл
түркі тілінде жазылған алғашқы шығармалардың бірі. Махмуд Қашқари Қашғардан шыққан ғұлама ғалым. 1074 жылы ол атақты түркі тілдерінің сөздігі еңбегін жазды. Қожа Ахмет Яссауи түркі тілінде жазылған Диуани Хикмет атты шығармасы арқылы адамзатты адалдыққа, имандылыққа, рухани тазалыққа шақырды. Ахмет Игінеки Қарахан дәуірінде өмір сүрген ақын. Бізге жеткен еңбегі ақиқат сыйы. Бұл ғұламалар шығыстың ғана емес, батыстың да ғылым мен мәдениетінің дамуына зор үлестерін қосты. Оқушылар бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Ғұламаларды ғылымға қосқан үлесін анықтап, еңбегіне қарай сәйкестендіріңіздер. Бірінші, 1074 жылы атақты Диуани-Лағат Ататүрік түрік тілдерінің сөздігін еңбегін жазды. Түркі тайпаларының жаратылыстану, ғылым мен тіл білім әдебиет туралы мол мәлімет берді. Бұны жазған Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Игінеки, Жүсіп Баласағұн. Оқушылар бір дұрыс жауапты ғана таңдап қоясыздар. Екінші, түрік тілінде жазылған Диуани Хикмет даналық кітабы атты шығармасы азаматты адалдыққа, имандылыққа, рухани тазалыққа шақырды. Бұл еңбекті жазған Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Игінеки, Жүсіп Баласағұн. Оқушылар бір дұрыс жауапты тауып қоясыздар. Үшінші, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған математик, музыкант, философ, ғылыми еңбектерін араб тілінде жазған Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Игінеки, Жүсіп Баласағұн. Оқушылар бір дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Төртінші, 11-ші ғасырдағы тарихи және әдеби шығармаға құтты біліктің авторы. Түрік тілінде жазылған алғашқы шығармада түркі тілдес халықтардың тарихи салт дәстүрі туралы құнды мағлұмат берілген. Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Игінеки, Жүсіп Баласағұн. Оқушылар бір дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Бесінші, Қарахан дәуірінде өмір сүрген ақын. Бізге жеткен еңбегі ақиқат сыйы. Түркі тілінде жазылған бұл шығармада адалдық, шыншылдық насихатталды. Бұл еңбектің авторы Махмуд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи, Әбу-Насыр әл-Фараби, Ахмет Игінеки, Жүсіп Баласағұн. Бір дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Егер оқушылар бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма түркі тайпаларының әлемдік сәулет өнеріне қосқан ескерткіштерін ата. Яғни оқушылар, сіздер кесенелердің аттарын жазып шығу керексіздер. Қалай аталады осы кесенелер? Егер сіздер бейне материалды мұқият көрсеңіздер, міндетті түрде тапсырманы орындай аласыздар. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.